Сәлем достар, бүгінгі тақырыбым маса жайлы болмақ. Маса шаққанда не істеу қажет? Мені жоғалтпамас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Міне жаз мезгілі де келді. Жаз мезгілімен, яғни жылы маусыммен баршамыз жақсы көретін масалар ұшып келуде. Көктемде өзен 100 километрге жайыла отырып, таяз суларды құрайды. Бұл масалардың ұрықтарын көбейту үшін қолайлы орындар болып келеді. Маса қалай қалыптасады? Оның балалық шағы жылы ағынсыз су қоймаларында, ал ересек өмірі адамның жанында өтеді. Масаның аналығы лайықты су қоймаларына өз жұмыртқаларын салады. Үлкен шалшықтарға, легендерге немесе банкаларға да сала алады. Дернәсілдердің саны кейде 500-ге жетеді. Жұмыртқалардан кейін дернәсілдер пайда болады. Сыртқы көрінісі құрттарға ұқсайды. Сіз бұларды саяжайда ағынсыз су қоймаларында және тағы басқа жағажайларда кездестірген шығарсыз. Дернәсілдерден қуыршаққа, қуыршақтан үлкен жәндікке айналады. Масалардың белсенді кезеңінде аталық масалар аналық масалардың назарын өзіне аудару үшін махаббат өлеңі сияқты дыбыс шығарады. Масаның негізгі мақсаты өрбу. Масаларға жұмыртқалау үшін қан қажет. Сондықтан олардың негізгі құрбаны адам. Шағу кезінде маса улы сілекейін адамға енгізеді. Ол қышу, ісік шаққан жердің қызаруын, кейде ауыр аллергиялық жағдайды тудырады. Өйткені сілекей арқылы безгек, сары безгек, денге безгегі және тағы басқа індеттер жұғады. Адамды шаққаннан кейін маса өледі деп санайды. Өкінішке орай бір маса орташа 1-3 ай, яғни бүкіл жаз маусымы кезінде өмір сүреді. Ал дымқыл жертөлелерді толтыратын қала масаларына тоқталсақ, олар жыл бойы өмір сүреді. Масаның жақсы бір қабілеті ол жақсы ұшқыш десек те болады. Жел бағыты бойынша 100-150 км жерлердің ара қашықтықтарын өте алады. Сондықтан этномологтардың өңдеу жұмыстары жүргізілмеген жерлерден ұшып келген масалар тәрізді сөзін жиі естуге болады. Маса шақпасын десеңіз. Жаз мезгілінде ызыңдап, маза бермей, шағып алатын маса жәндігінің қаншалықты қауіпті екенін білесіз бе? Маса шаққанда дене бөртіп қана қоймай, адам баласы әртүрлі тері және жұқпалы ауруларына шалдығуы мүмкін. Сондықтан да масадан алдын ала сақтанған жөн. Адам баласы сияқты масаға да жағымсыз иістер әсер етеді. Маса шүйгін шөп, қалампыр гүлі, темекі, базилик өсімдігінің иісіне төтеп бере алмайды. Үйіңізге маса кірмесін десеңіз, терезеңіздің алдына базилик не қалампыр жапырақтарын қойып қойыңыз. Ал маса шағып алмасын десеңіз, қол аяғыңызға азғантай ғана шүйгін шөп сұйықтығын жағып алыңыз. Маса ашық түстерді, соның ішінде сары түсті жақтырмайды. Егер де таза ауада демалуды көздесеңіз, үстіңізге сары киім киіп алыңыз. Сонда сізді маса шақпайды. Әрі демалысыңыз сәтті өтеді. Ал қара, күлгін, көк түстер масаны өзіне тартып тұрады. Маса жынысы мен жасына қарамастан көбіне аққұба адамдарды шағады екен. Сондай-ақ маса ер азаматтарға қарағанда нәзік жандыларды көбірек, әсіресе аяқ ауыр келіншектер мен жас босанған әйелдерді жиі шағады. Ағылшын биолог ғалымдары масаның еті тірі, сабырсыз адамдарды көбірек шағатынын дәлелдеген. Себебі әрдайым қимылдап, тағат таппайтын жандардың қан айналымы жақсы. Ал жүзі суық, тұйық жандарға маса аса көп жоламайды екен. Маса жүрек, бауыр, бүйрек ауруларымен ауыратын жандарды көп шағады. Себебі маса адам ағзасында зиянды холестериннің бар жоғын сезеді. Ал дертке шалдыққандардың ағзасында зиянды холестерин жетіп артылады. Маса терісі жұмсақ әрі тершіл жандарға жақын келеді.
терісі жұмсақ, қаны таза болғандықтан маса кішкентай балаларды көбірек шағады. Есіңізде болсын, егер маса шағып алса, айран немесе сүтпен ысқылап қойыңыз. Шаққан денедегі орындарды қасып, тырнауға болмайды. Тырнап, қасып тастасаңыз, ас содасы қосылған сумен шайып жіберіңіз. Йод, шүйгін шөп сұйықтығын жағып қойыңыз. Егер де маса сізді табиғат аясында шағып алса, шаққан орынға бақбақ, жалбыз, түймедақ жапырақтарын басыңыз. Үй өсімдіктерінің ішінде алоэ, қастамақ, яғни герань жапырақтарын бассаңыз болады. Маса кішкентай сәбиді шақпас үшін бесегінің төсегінің жанына лимон, сарымсақ қойып қойсаңыз болады. Шаққан жағдайда балаға жылы сүт, қайнаған су беріп, шаққан орындарды тұзды сумен шайып жіберіңіз. Маса шаққаннан соң өзіңізді жайсыз сезініп, денеңіз бөртіп кетсе, дереу дәрігерге хабарласыңыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.